Кеше біз стримда 1 сағат 44 минут отырдық. Сол кезде мен айттым, ана кейбір провокаторлар өздерінше жаман нәрсе жазатын адамдарға. Бүгін қазір стримді қарап отырсын 62.500 адамбыз дедім. Ертең таңертең оянғанда 62.700 боламыз дедім. 62.700-ден біз азып отырмыз қазір. Өйткені мен сосын түсіндірдім оның себебін. Неге олай болады? Ешқандай накрутқа еш нәрсе емес. Просто біздің адамдар, олар қазір ақиқатты іздеп отыр. Оларға анау мынау той деген нәрсе қызық болмай жатыр ма интернет желісінде. Оларға шындық ақпарат керек. Кәдімгідей көзін оятатын, ашатын тарихи ақпараттар керек. Тіл үшін күрескендері маңызды болып жатыр, және де біз күн сайын өсе береміз. Қараңыздар, мен сондай нелерді айтып жүрсем де, қазір біздегі белсенділер де көбейген, бұл туралы айтатын нәрселер. Біз азайып жатқан жоқпыз, қатарымыз керісінше көбейіп жатыр. Демек, өзінің болашағын алаңдататын көп сұрақтары бар адамдар барлығы бір жерге жиналып жатыр. Ертең, білмеймін, мүмкін 2 жылдан кейін, мүмкін 3 жылдан кейін біз үлкен күш болып биліктің басына келген кезде ресейшіл адамдар қайда қашасыңдар, маған сол қызық болып тұр. Ешқандай ел қабылдамайды ғой. Біздің заңдар өте қатты болады, қазақтың құқығы өте жоғары болады. Жер-жерде жүрсең де тауып алатын деңгейге жетеміз да. Сондықтан ойлан, осы бастан ойлан. Қазіргі 400 мыңға бола сен үкіметтің құлы болып, кейін 20 жылдан кейін сенің балаларына бұл мәселе болып жатқан мәселе бір артылып, өзінің деңгейін төмен түсіріп, ар намысына тиіп жатса, саған жақсы ма? Осы мәселені ойлану керек та.